Жалпы Қазақстан аумағында сот шешімімен тыйым салынған 22-ге жуық, 20-дан астам діни экстремистік және террористік ұйым бар. Аталмыш ұйымдардың қатарында таблиғи жамаат деп аталатын бөлек бір діни экстремистік сипатқа ие ұйым бар. Бұл ұйым 1926 жылы Үндістанда Мұхаммед Ильяс Кандахлауи есімді азаматтың қолдауымен, бастамасымен құрылған ұйым. Негізгі мақсаты сол кездегі ағылшын отарларына қарсы бағытталған. Сол ағылшын отары кезінде Үндістан халқына дін жеткіземіз, діннің негіздерін үйретеміз деген мақсатта құрылды, негізгі мақсаттар. Бірақ кейін соңғы жылдары бұл жамағаттың, бұл ұйымның негізгі мақсатынан тайып, сепаратистік, экстремистік сипатқа ие бола бастады. Сол себепті көптеген елдерде, әлемнің түкпір-түкпір жерлерінде бұл ұйымды, бұл экстремистік топты экстремистік деп танып, шектеу, қудалау басталды. Сол себепті сол елдердің қатарында 2013 жылы Қазақстанның Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотыменен бұл ұйым тыйым салынған тұғын. Енді бұл ұйымның негізгі діни қателіктері мынада. Ең бірінші, құрамындағы топтың мүшелерін 7 күнге, 3 күнге, 7 күнге, 40 күнге дін жеткізесің, ислам жеткізесің деген ұранмен уағызға жібереді. Яғни аталмыш азаматтар отбасын, ағайын туыстарын тастап кетуі мүмкін осы салады. Екінші, ғылым білімге ден қоймайды. Белгілі бір дәрежеде Құран үйрену, белгілі бір дәрежеде хадис үйренуді екінші орынға қояды. Кейін үшінші негізгі қателіктері, жаңағы 3 күнге, 7 күнге, 40 күнге барғаннан кейін 4 айға Бангладешке, Үндістанға немесе Пәкістан сияқты аталмыш ұйымның орталықтарына жібереді. Кейін ең негізгі қателіктері пайғамбарымыздың хадистерін қате түсіндіреді, не болмаса оны нақты түсіндіруге пайғамбарымыздың хадистерін ден қоя бермейді, маңыз қоя бермейді. Негізгі мақсатымыз дін жеткізу, қияметке дейін дін жеткізу деген сияқты ұрандармен жүреді. Абай атамыз айтады ғой, білімсіз қылған ғибадат тамырсыз терекпен тең деп. Аталмыш ұйым білімсіз ғибадат қылғандықтан, білімсіз іс-әрекет жасағандықтан көптеген қателіктерге ұрындырады. Бұның себебін қазіргі уақытта көріп жүрміз.